Сәлем достар, мен сіздермен бүгін мақпал қыз тортын жасайтын боламын, яғни қызыл барқыт торты. Егер сіздерде торты жасауға қорқып жүрген болсаңыздар, менімен бірге жасап көріңіздер. Мен сіздерге видеода толық мәліметтермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге шекер және сары майымыз, және жұмыртқа, сұйық май, краситель, ұн және какао, разрыхлитель содасы және жүгері крахмалы керек. Міне біз шекер, сары майды жақсылап миксерлеп, кейін жұмыртқаны бөліп салып аласыздар. Менің видеома түспей қалған жұмыртқаны, 3 жұмыртқаны бөліп салсаңыздар жақсы болады. Мені жақсылап араластырып, кейін сұйық майды құйып араластырасыздар. Және бір шетке қойып қоясыздар. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Мені видеодағыдай барлығын бірге араластырып, дайын қылып қоямыз. Енді біз красителімізді дайындайтын боламыз. Сүтке, жылы сүтке 2 шай қасығы лимон шырынын құйып, ірігенше күте тұрасыздар. Сүт ірігеннен кейін құрғақ красительді саласыздар. Достар, менің жасаған қателігім құрғақ краситель қолданғанмын. Өйткені түсі тортымның қатты қызыл болмай қалды. Ал сіздер гелевый краситель қолданыңыздар. Сол кезде торттың түсі әдемі болып шығады. Енді барлығын дайындап болғаннан кейін біз жаңағы бірінші массамызға осы 2 құрғақ массамыз бен сұйық массамызды 2-3 бөліп салып араластыратын боламыз. Мен араластырып болып қалдым. Және де достар, біздің массамыз қатты сұйық болмасын. Менің массам сұйық болғандықтан бірінші қоржым онша жақсы болып піспей қалды. Сіздер де сол қателікті жасамаңыздар. Менің сияқты қатты сұйық қылмаңыздар. Сәл қою болса, қорждарыңыз өте күшті шығады екен. Міне, енді біз печкамызға салып, массаны 180 градуста 30-40 минут піседі. Енді печкамыздың қыздыру көлеміне қараңыздар. Қарап тұрыңыздар. Қорждарымыз пісем дегенше мен мені кремін дайындауға кірісіп кеттім. Ол үшін бізге 500 мг сливки және 2 ас қасық творожный сыр және ванилин қажет болады. Қалауларыңызша сахарный пудра қолдансаңыздар да болады. Қант ұнтағын. Бірақ мен тек ванилин қостым. Кремім өте керемет шықты. Крем жасағанда қателік болған жоқ. Мені кремді төңкеріп көрсеңіздер, мүлдем төгілмейтін болады. Мені кремімізді контейнер қалташаға салып аламыз. Өздеріңіздің қалаған узорларыңызды қолдансаңыздар болады, насадкаларыңызды. Мені крем жағып болдым. Жоқ, тортым жақсы шықты. Бірінші рет болғаннан кейін қатты безендіре алған жоқпын, бірақ тортым өте тамаша шықты, дәмі керемет болды. Сіздер де жасап көріңіздер, қорықпаңыздар. Ең алдымен батылдық қажет. Жасай беріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет шығады екен.